Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өзінің формасын жақсы ұстайтын крем түрін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге салқын сливки қажет болады. Оның үстіне қантымызды салып, екеуін жақсылап миксерлейтін боламыз. Араласқан массамыздың үстіне осындай Калехтің 69% творожный сырын қолданамын мен өзім. Сіздер басқа да творожный сырларды қолдансаңыздар болады. Және де осы үш затты сливки, сахар және де творожный сырды жақсылап өзінің формасын ұстағанша миксерлейтін боламыз. Ұзақ миксерлеу нәтижесінде осылай креміміз қоюлана бастайды. Өзінің формасын жақсы ұстайды. Қараңыздар, осылай вейчикте формасын жақсылап ұстап тұрғанша араластыратын боламыз. Лопатканың көмегімен креміміздің айналасын жинап, тағы да бір рет миксермен миксерлеп алсаңыздар болады. Мен өзімде тапсырысқа жасайтын барлық торттарыма осы кремді қолданамын. Қараңыздар, торттарым өте әдемі, кремдерім ағып кетпеген ешқандай. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді и табиғи қоспалардан жасалады.